Бай болудың 5 қағидасы. Яғни бұл тақырыпта біз ақшаны қалай табуды үйренеміз. Яғни ақшаны қалай жасау керек екенін. Барлығы ақша табудың құпиясын білгісі келеді. Яғни ақша табудың құпиясы, негізі ақшаның құпиясы бар дейді. Яғни байлық жайлы айтатын болсақ, бұл негізі біздің ең бірінші мышлениеміз, яғни біздің дұрыс ойлау жүйеміз. Яғни ойымызды дұрыстайтын болсақ, біз ақша табуды жеңілдете аламыз. Яғни бұл ақша табу үшін қалай ойлау керек? Яғни бүгін сол жайлы айтатын боламыз. Осы видеоны соңына дейін көріңіз. Жалпы бай және жетістікке жеткен адамдардың айтатын ақыл кеңестері бір-біріне ұқсас келеді. Яғни бай кісілер, жетістікке жеткен кісілер бір шаблонмен, ескі стереотиптермен өмір сүруге кеңес бермейді. Яғни өзіңіздің жетістікке жету жолында тоқтамау керек, жеңілмеу керек. Яғни осы 5 қағида жайлы айтатын боламыз. Яғни бірінші қағида, яғни біз өміріміздің соңына дейін білім алып өтетін боламыз. Яғни бай болу үшін әрқашанда білімімізді жетілдіріп отыру керекпіз. Яғни бұл жерде білім жайлы айтылады. Яғни сіз бір жаңа нәрсені, жаңа қабілетті білген сайын, сіз жаңа байлық, табыс жолын аша беретін боласыз. Яғни жаңа қабілеттер біздің жетістікке жету жолына жеңілдетеді. Және де писатель, мотиватор Хейл Элрод айтады, адамның жетістікке жетуі, мысалы байлығы оның білімінен аспайды. Яғни оның білімі артқан сайын оның табысы да, жетістігі де арта береді. Яғни жетістікке жету жолында біз төлейміз. Яғни біз өзіміздің ресурсымызды төлейміз. Яғни біздің главный валюта, біздің вниманиямызды қайда құртып жатырмыз, иә? Яғни егер де біз вниманиямызды телевизор көруге, болмайтын керек емес сериалдарды көруге, немесе социальный сеттен таңнан кешке дейін уақытымызды босқа құртатын болсақ, бізді бұл жетістікке жеткізбейді. Яғни бұл бізге кедергі болады. Жетістікке жету жолында кедергі. Яғни одан көрі біз өзімізді дамытады, өзімізді жаңа қабілетімізді жаңа қырынан ашып өзімізді дамытатын болсақ, сол кезде біздің табысымызды арттыруға болады. Сол үшін біз әрбір уақытымызды барынша пайдалы өткізу керекпіз. Яғни егер де біз өзіміздің уақытымызды жаңа бір білімге арнайтын болсақ, сол жаңа білім бізге жаңа мүмкіндіктер ашып береді. Яғни біз жаңа бір жетістіктерге жету жолын қарастыратын боламыз. Екінші, байлыққа жету қағидасы, яғни бұл кітаптар. Яғни кітаптың ішінде бізде ең керекті білімдерді табуға болады. Егер де біз барлық жетістікке жеткен адамдардан қалай сіз осылай дамыдыңыз, қалай өстіңіз деп сұрайтын болсақ, көбісінің айтатын бір сөзі бар. Яғни көбісі кітап оқиды. Яғни кітап оқыдық дейді. Яғни біреулер жылына 50 кітап оқиды, біреулер даже 200 кітапқа дейін оқиды жылына. Яғни бай адамдар күніне кем дегенде жарты сағат кітап оқуға уақыт тауып оқиды. Даже литература болсын, адамды қызықтыратын бір кітаптар болсын, жалпы бір история болса, жалпы бір әшейін көңіл көтеретін кітаптар болса да, бұның өзі де бізге пайда келтіреді. Яғни біздің грамотностьымызды арттырады. Грамотный адам боламыз. Яғни грамотный адам көп жағдайда өмірде жетістікке жетіп жатады. Яғни бұл кітап оқыған сайын біздің әлемге деген бір кең қарайтын боламыз. Яғни біз күніне көбірек кітап оқуға уақыт арнау керекпіз. Яғни кітап оқу бізді дамытады, бізді өсіреді. Яғни бұл кітап бізге өте жақсы көмектеседі. Яғни біз кітап оқыған сайын біздің жаңа біліміміз артады, опытымыз артады, және де жаңа идеялар мен вдохновение табамыз. Ақша үшінші қағида. Яғни бұл ақша. Ақша деген бұл ақшаны білу керек, яғни ақшаны қалай қолдану керек. Яғни бізде қаржылай сауаттылық
дамыту керек. Бұл үшінші қағида, яғни қаржылай сауаттылығымызды дамыту керек. Яғни қаржылай сауаттылық кітаптардың бәрін қарайтын болсақ, бәрі бір-біріне ұқсас келеді. Яғни Роберт Кийосаки автор бар ғой, бестселлердің авторы, богатый папа, бедный папа. Бір сөзбен айтқанда, бай адамдар не үшін байиды? Олар жай ғана финансовый грамотность біледі, яғни қаржылай сауаттылықты біледі. Сол арқылы байып жатыр. Яғни сіз қаржылай сауаттылықты білген кезде, базовый қаржылай сауаттылықты білу керек. Сол білгеннен кейін біз уже байлықты қалай табу керек, қалай арттыру кереккен уже біз біліп есептей бастаймыз. Бұл білімсіз ешқайда бара алмаймыз. Яғни бізге қаржылай сауаттылық білім керек. Яғни адамдарда қаржылай сауаттылық болмағаннан кейін не істейді? Қарыздан қарызға кіріп кете береді. Яғни кредит алады, табысы өзі кішкентаяқ, алатын кредиті дәу, ипотека алады. Жалпы оңай емес негізі, оны түсінуге де болады. Бірақ табысқа қарап кредитті қарау керекті, бірақ кредит алуға ешқашанда кеңес бермейміз. Яғни адамдар айлықтан айлыққа дейін қиналып өмір сүреді. Жалпы біз қаржылай сауаттылығымызды дамыту керекпіз, және де табысымызды арттыру керекпіз. Яғни қаржылай сауаттылығымызды дамыту үшін көптеген эксперттер бізге мына бір кітапты оқуға ұсынады. Яғни ол «Самый богатый человек в Вавилоне». Яғни Вавилондағы ең бай адам. Осы кітапты оқуға кеңес береді. Мен де осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өте пайдалы, керекті кітап. Бай болудың 4-ші қағидасы. Яғни бірінші еңбек, сосын барып демалыс. Яғни успешный, жетістікке жеткен бизнесмендердің көбісі айтады, риск жасау керек дейді. Яғни рисковать ету керек. Бүгін тер төгу керек, бүгін еңбек ету керек, бірақ біз кейін демалатындай жағдай жасау керек. Яғни даже 1 теңге болсын, 1 цент болсын, біз бір нәрсеге құятын болсақ, оны бізге арттыратын, сол ақшаны арттыратын жолдарды қарастыру керек. Яғни бай, қазір жұрттарды көреміз ғой, бай керемет бүйтіп көлік алып жатады, керемет үй алып жатады. Біз соларға қарап, мен де осы сияқты болайын деп біз қарызға кіріп кетпеу керек. Біз сәл сабыр сақтау керек, өз-өзіміз ұстау керек. Менде кейін болады дейсті, еңбек ете беру керек. Бірақ аналар қызығып, қарызға кіріп кетіп, солармен жарысып кетпеңіз. Яғни біз қазір қиналып жұмыс істесек, кейін Құдай қаласа біз көбірек демалып, рахаттанып өмір сүреміз. Өзіңізге мотивация алыңыз, жеңілмеңіз, тоқтамаңыз. Енді бай болудың 5-ші қағидасы. Яғни бұл енді маңызды қағидалардың бірі. Яғни сізде доход алып келетін көптеген жолы болса, ол сіз үшін күштірек болады. Яғни әрбір бай адамдарды қарайтын болсақ, барлығының көптеген әртүрлі келіп тұратын табыс көздері бар. Яғни біз кредит, ипотекада қиналып жүрген адамды қарайтын болсақ, яғни оларда бірақ табыс көзі бар. Бірақ табыс көзімен олар кредитке машина алады, ипотекаға үй алады, әбден қарызға кіріп, анау қарызын жаба алмай жүреді. Яғни бізге не керек? Яғни көптеген табыс табатын жолдарды табу керек. Яғни Томас Карли деген кісі зерттеген екен, яғни байлардың. Ол бір кітап жазды, «Привычки богатых, самых успешных бизнесменов в мире». Қателесіп кеттім. Яғни бай адамдарды зерттеген, олардың статистика бойынша 65% миллионерлердің 3 келіп тұратын табыс көзі бар. Ал 45 әлем бойынша 45 бай адамдардың 4 табыс көзі бар екен. Ал 29% осы әлемнің бай адамдары 5 және одан да көп табыс көздері бар. Яғни ең бай адамдардың осы әлем бойынша көптеген табыс көздері бар екен. Яғни бір ғана табыс көзі бізге жеткіліксіз болады екен. Яғни біз көптеген табыс алып келетін жолдарды табу керекпіз. Яғни бұл жерде көптеген табыс көзін табу керек деген сөз,
мынандай түсініп қалмаңыздар, ол тоқтаусыз ана жұмысты, үш жұмыс тауып алып, соның бәрін бірге істеу емес. Бұл жерде біз ұйықтап жатсақ та табыс келетін кәсіп болу керек. Біз ұйықтап жатсақ бір ақша келіп тұратын бір сондай жолдарды табу керек. Жалпы осы 5 қағида. Егер де осы қағиданы біліп жүрсеңіз, осы қағиданы дұрыс қолданатын болсаңыз, бұйырса сіз қаржылай сауаттылығыңызды арттырсаңыз, сіз бай адамдардың қатарына кіресіз. Бәріміз бай болайық, бақытты болайық. Достар, бұл жерде айтылып жатқан қағида, ақыл кеңестер өзімнің ойымнан шыққан жоқ. Жалпы бұл мынау Men's Life деген веб-сайтта жазылған. Ол соны орыс тілінен қазақ тіліне аударып, қазақ аудиторияға пайдалы білім берейінші дедім. Яғни біз қазақтарды, өз отандастарымызды кедейліктен шығарғым келеді. Бәріміз бай болғымыз келеді. Әрқашанда алдыға ұмтылайық, өсейік, дамайық, тоқтамайық. Достар, каналды қолдау үшін лайк басып, тіркелуді ұмытпайықшы. Және де қолдап, комментарий жазып жіберсеңіздер қуанып қалар едім. Жарайды, жақсы, келесі видеода кездескенше.